Жан-Поль Марат, ұлы француз революциясы қайраткерлерінің бірі. Халық досы атты газеттің авторы, журналист. Ол мақалаларында өзі жау санайтын адамдарды сынап отырды. Халық досы газеті Францияда, әсіресе Парижде революциялық қозғалыстың өршуіне себепші болды. Мақалалар халық арасында тез тарап, танымал болды. Король тақтан түсіріліп, Франция халқы мен адамгершілікке қарсы жасалған қылмысы үшін өлім жазасына кесілгеннен кейін ол конвентке Париж қаласы атынан депутацияланып, монтаньярлардың лидеріне айналды. Бірақ барлығы 1793 жылы өзгерді. Он согласился принять вас, следуйте за мной. Постарайтесь быть краткой, ему нужен отдых. Сядь здесь, гражданка. Что тебе от меня нужно? Я приехала из Канна. Я хотела сообщить тебе, что там готовится заговор против республики. Отправлю всех на гильотину. На площади революции. Сегодня же вечером. Называй имена. Скорее. Мараттың өлімін бейнелеу өнерінің неоклассицизм ағымының өкілі, әйгілі суретші Жак Луи Давид тамаша бейнеледі. Давид өзінің досы Мараттың өлімін қайғырып қарсы алды. Суретші өз жұмысын күні бойы жасады. Түнде шамның жарығымен салды, ұйықтағанда түсінде көрді. Давид досының жүзі есінен кетпей тұрғанда салу үшін асықты. Ванна, жамылғылар, ағаш ішік. Халық досы Мараттың үйі ақсүйектердің сарайларындағыдай сән салтанат болмады. Өмірде де, тұрмыста да қарапайым болып. Суретте Давид болған оқиғаны шынайы көрсетуге барынша тырысты. Тек досы Мараттың денесі суреттегідей таза және мүсінді болған жоқ. Суретте Марат жатқан ванна табыт іспеттес, ал үстіне жайылған жамылғылар ақтық сапарға шығушының денесі оралатын жамылғы қызметін атқарып тұрғандай. Ванна жанында орналасқан жәшікке Давид досына арналған жазба жасады. Маратқа Давидтен. Суреттің жартысын алып тұрған қара түсті фон. Мараттың моласы бос кеңістік, өлім бейнесі. Ол жарық Мараттың денесі тұсында айқын көрінеді. Марат ауруын сәлде болса азайту үшін үнемі ванна қабылдайды, және де сол ваннада отырып жұмыс жасап хаттарға жауап береді. Төмен қарай салбырап тұрған қолы енді бірде-бір жалынды мақала жазбайды. Мараттың қолында Анна Мария Шарлотта Карденің хаты. Сіздің пейіліңізге бөліну үшін бақытсыз адам болу жеткілікті, деп жазылған. Жәшікте жатқан ақша күйеуі отан үшін қайтыс болған 6 баланың анасына арналған. Бұл детальдар Маратты халықтың нағыз досы екендігін көрсету керек. Бірақ бұл Давидтің нұсқасы. Поль Жак Бодри өз заманының атақты суретшісі. Ол да Мараттың өліміне байланысты сурет салған болатын. Бірақ оның жұмысының басты кейіпкері Марат емес, Шарлотта Карде. Басты орын жас қыз Кардеге берілген. Оның жүзінен қорқыныш та, аяушылық та білінбейді. Көйлегінің кеуде тұсына бекітілген көк лента француз революциясының идеалдарына деген беріктікті көрсететіндей. Ваннада жатқан Марат жүзінен көптеген адамдарды өлім жазасына қиғаны үшін
өмірінің соңғы сәттерінде қиналғанын байқауға болады. Алдында шашылып жатқан қағаздарда келесі бір адамдар тобының басын шабуға арналған бұйрықтар жатыр. Шарлотта Карде Францияны қанды тираннан құтқарып жатырмын деп ойлады. Сот кезінде ол 100 000 адамды құтқару үшін бір адамды өлтірдім деді. Қорыта келгенде Марат пен Карде жайлы әрқилы пікірлер айтуға болады. Бірақ бір ғана нәрсе ақиқат. Отан үшін, өз идеалдары үшін жанын берген адамдарды тарих ешқашан да ұмытпайды.